Сенде қотақ бар ма? Конечно, Джон, мен это болмаса сен туылмас едің. Басың бар ма? Басым бар, конечно. Вот. Далбой, қотақ бас боласың. Тупой керісінше оқымайсың ғой оны. Бір айтып отырмын ғой, қотақ бас деп. Қотақ бас. Көріне ма мойындады, өзі қотақ бас екен. Қотақ бас. Че там қотақ бас? Подарок жіберіп отырмын да, ана далбойыптан ұтылып қалмай қамшықтан. Пиздец адам бол. Бұл Сампо екеуінің ойынша пиздец деген мықты деген сөз ғой. Ана пиздец районда жүретін адамдар ше. Районда жүреміз деп ойлайды да, ана сондайлар пиздец деп анандай пиздец қылып жүреді екен. Бірақ негізі пиздец маған атшық болады достар. Саған інінен айтты ғой, боқтама деп. Не боқтап отырсың? Інінен Ебать, мен көреді екен ғой. Мен көресің бе не сен? Мен инопланетяндардың бәрі айтады ғой маған, не істеп жатқан, не істеп жатқан. Ол ретте жүрген екен, сәл көшіп жүре, зайбал нахуй. Ишак нахуй. Көтіңді айырып аламын нахуй. Лахадурын лақтырбай нахуй. Кәммен 100 000 теңгем нахуй. Көшеде жүре алмайтын шығар ау, Бір айтпақшы. өлтіріп қоятын шығар көшеде жүрмеңіз. Балыққа айналшы. Хан аталардың бәрі балыққа айналады деп естіген, балыққа айналшы нахуй. Суда жатыр екенсің ақыры. Қуағын кесіп алғансың ма не сен? Жоқ, бұл инопланетный құрылғы ғой, наушник. Айттым ғой, амшық деп бар ғой, тура айтқан екен емес. Амшықсың сен. Амшық. Айтпақшы, саған тағы да бір сұрақ қойсам бола ма? Жалпы саған сұрақ қояйыншы, ана көзіңдегі очки қаяқтікі? Бұл метеориттан жасалған очки. Енді оны тағып қойшы, көресің, менен не көресің, көрейінші мен. Мен саған көрсетейін не көрдіңдер ма, айтқан стиде байқадыңдар ма? Конечно, авторитет бар, құдайға шүкір, Аллаға шүкір, авторитет жетеді ғой. Айтқан істеткізіп отыра бересің ғой. Қайтадан алып тастай сал, бля, түрің ақып кетті. Көрдіңдер ма? Авторитет бар, құдайға шүкір. Айтқан істет аламын. Мейрамбек, сен оппоненттермен сөйлей алмай жатсың әлі. Дұрыс қойшы, айтқан істет. Понятие минусқа кетіп қалды ғой сен, нөлден. Жаттап алған сөздерін айта бермейіндеші нахуй. Айттым ғой саған, үлкенмін деп қатама, понятаң нөл нахуй деп. Қаната пидораз адам, амшық адам деп. Айттым ба? Айттым. Көтін қысып отыр енді. Сөйлемесем маған. Тағы да саған қоятын бар. Айтпақшы анау, ертең анау болашақта бар ғой, біздің өміріміз не болмақшы, соны айтып берші маған. Сен ешекпен қаната сөйлемейтін болды енді. Сен неуважительно сөйлейді екенсің. Інінге айту керек, сенің көтіңді айтып жіберу керек інінге. Айтты ғой сен. Имана сен бар ғой, имана бар ғой, имана сен айтсаң бар ғой, мені қолдайды, пайди бар ғой, мені қолдайды бар ғой. Сенің көтіңді айырту керек. Папанятам, давай, папанятам сұрақ қоямын, мен саған жауап бере аласың ба? Папаня. Я дедім, енді кеп боқтап, ірі өтсің. Тоже еркексің сен. Қатынсың ғой. Сөйлеші. Сөйле, давай, бұл тез. Сөйле. Тірлігін айтып отыр оны өш. Бір қатың құсақпарына қабылдама. Амшық, сөйле дейін саған. Пидаразын тұлып қалмайық. Достар, пидаразын тұлып қалмайық, подарок жіберіңдерші. Маймыл деймін, сөйле деймін саған. Söyleyeyim mi? Hiç Пошел нахуй, қотақпас, амын шығарамыш. Маймылдарға сікізейін ба, әжесігін кончистаешін. Ой, сен амыз. Сәл проще сөйле, зайбалы. Тағы да айтам, проще сөйле. Кеткет сен. Көрдісің ба, әжеңнің амын. Әжеңнің тасадылы аузына кетсің. Сің ба? Түріп сөйлесін. Ашки пиздес түккен хитерлер бұл. Ашки түріп сөйлесе. Қотам жеймен нахуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Носаққа тамағансыз, сен пидарас.